Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Сіздермен бірге Амурзаков Лайф YouTube канал. Бүгінгі қонағымыз Яхия Қажы Исмаилов, Астанадағы Ырыскелді Қажы мешітінің наиб имамы. Қош келдіңіз, Яхия Қажы. Енді бүгінгі таңда Рамазан айы өтіп жатыр. Көп кісілер ораза ұстап жатыр. Сол туралы біз әңгіме құрсақ. Мынау ораза не үшін керек? Ораза деген не? Оның қандай мағынасы бар? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, ораза бірінші қабыл болсын. Ораза айы бұл ерекше, қасиетті, қастерлі, 12 айдың сұлтаны, күллі жақсылықтың ішінде алған бұл Рамазан айы, ораза айы. Бұл Алла Тағаланың сол 5 парыздың бірі. Сондықтан бұл айға ерекше біздің ислам діні, оның ішінде біздің халқымыз, қазақ елінде ерекше бұл ғасырлар бойы оразаны күткен, бүгінгі күніге дейін қадірлеген, қастерлеген, жаңа ораза ұстап, мыңдаған адам десек, миллиондаған адам десек, сол оразаны ұстап келіп жатыр. Әрине бұл енді бірінші Алла Тағалаға сенген адамдардың құлшылық парыздардың бірі. Екінші енді бұл ораза пайдасы бар деген, Құранның өзінде айтады. Алла Тағала Құранда айтады ғой, оразаны бұрынғы үмбеттерге парыз етілгендей, сіздерге де оразаны парыз еттім. Мына осы аяттан бұл ораза жаңалық емес, яғни бұрынғы пайғамбарларға да ораза парыз болып келген. Misal, мына христиандардың, иудейлердің, католиктердің де өздерінің оразасы бар. Ептеп өзгеріске ұшыраған болғанмен негізге ораза бар. Христиандарда 40 күн. Да. Мына солдықтан біздің дінімізде де сол Алла Тағала айтып жатыр. Сіздерге де оразаны парыз еттім, бұрынғы үмбеттерге ұқсаған. Және бұрынғы үмбеттерге сияқты сіздерге де парыз. Мына бұлай негіз қарасақ, ораза адам замандан келген Алланың парыздарының бірі, бүкіл адам баласына жіберілген. Енді бұл жерде ептеп не үшін ұстау керек деген болса, бірінші бұл жерде Құранда Алла Тағала мынау адамның ораза ұстау арқылы ептеп мынау кем-кетікке қарау, кедейлерге қарау, тамақтың, нандың қадіріне жету, аштықтың қалай екендігін түсіну, және басқаларға соған қарап көмектесу. Яғни басқа кембел қалдарға, кедейлерге жағдай жасап, қарайластырып, оларға енді көмектесіп, мына тіпті пітір садақаның өзі толыққанды сол кембағалдарға арналған садақа. Әрбір адамның жан садақасы сол ораза айында, яғни айт кеден бірні беріп, бүкіл мұсылмандарды, кедей, кембағал мұсылмандарды қуанту. Негізгі мақсат сол енді бұлай, құлшылық. Енді бұлай қарағанда ораза ұстау оңай емес. 30 күн ораза ұстайсың. Сол енді оразадан бұлай бас тартып кетіп қалуға бола ма? Анау орысша откупиться деген сияқты. Сондай жолдары бар ма екен? Оразаның бір құпия бол. Бұл Алла мен пенденің арасындағы құпия. Мана бұлай қараң. Сол үшін Алла Тағала не айтады? Басқа құлшылық ғибадаттар өздері үшін. Ораза мен үшін. Кім оразаны ұстаса, оның есесін мен берем. Яғни оның есебі жоқ. Себебі өзіңіз айтқандай, кейбір адам, мен аузым берік дегенмен, бірақ тығылып, немесе терезелерді қараңғылатып, біріне ішіп алу мүмкін. Осы жерде мына Алла Тағала не айтады? Кім ораза ұстаса, мен үшін ұстайды, және мен оның есесін берем. Бұл ерекше мына ғибадат. Себебі Алла мен пенденің арасындағы бір құпия, құлшылық. Көрдіңіз бе? Адамның қолынан келеді. Ұстамауға мына өзіңіз айтқандай. Немесе жасырын бірі аузын ашып, бірақ оразамен деп жүруге да шамасы келеді. Қолынан келеді. Бірақ
bu yerde mana Allah Teala o söz ibadatı özümen iki arasındaki kopya, yani kim oraza ustasa men üçün ustaydı, onun yesesin men berim dep. Endi bu yerde oraza farz bolgandan keyin onu hech qanday tastauga adam öz yerkimin bolmaydı. Bu yerde tastaytın kezler bolada. Dergerдің kenesimin, jolauшы bolganmen. Endi ayıl adamların buna avratın kezleri boladı. Bala emizетін sattар болады. Сондай вақтарда жағдайына, денсаулығына қауіп төнетін болса, оған рұқсат. Misal mana endi tағы да Allah Teala сондай парыз етті. Оразаның ерекшелігі қандай, сабабы қандай. Бірақ бір дәрігер сізге айтады, siz mening yani avrumuzu sizдің денсаулығыңызға ораза ұстауға болмайды. Bitti. Sol şarıva, sol dərgərdən sözü bizge жеткілікті. Oraza ustamayız. Яхай қажы, неше дәрігер сондайды айту керек? Bizde bir ne var mı? Tartip var mı? Жоқ, дәрігер. Bir mi или екі? Жоқ. Жалпы өзіңіздің көрінетін дәрігеріңіз. Соны misal айтады сізге. Misal har bir маман болады. Біреу асқазанға қарайды, біреу өкпеге қарайды, біреу жүрекке қарайды. Бірақ сіздің дәрігеріңіз мүмкін асқазанға қарайтын дәрігер шығар. Сізге болмайды деп. Немесе жүрек. Қандай дәрігер болмасын, дәрігер. Ол мұсылман емес. Жоқ, маман болса болды. Маман болса сол маман. Сонда сол кісінің сөзімен сіз оразадан босатыласыз. Және қартайған адамдар, қарт адамдар жағдайы келмесе олар ұстамайды. Айтым ғой, екі қабат, не емізетін балдары бар. Және осындай жазылмайтын сондай аурулар. Олар бар босатылады. Мынау не ораза ұстағанда денсаулыққа зақым келтіруге бола ма? Сол үшін егер де зақым келетін болса, оны ұстамайды. Және екінші өзіңіз айтқандай бір сатып алуға ма, бірнемен құтылуға да болады ма деп. Мана бұл жерде тағын айтады. Дені сау адам, ұстауға шамасы келетін адам, миллиард берсе де құтылмайды. Бірақ ондай хронический аурулар болады. Misal өмір бақи енді жазылмайтын. Сол кісілерге, misal шариғат белгіленген сондай адамдар ораза ұстай алмайды енді. Ол денсаулығы жазылмайды. Енді былай. Misal мен қазір ауырдым, бірақ келесі жыл жазылып кетуі мүмкін. Онда мен келесі жыл ораза ұстаймын, және мынау қалған бір жылымды сол бір өзімге ыңғайлы уақытта қазасын тұтам. Ал енді менде бір ауру бар, жазылмайды misal. Хронический дейді, былай созылмалы. Ондай адам сол ораза ұстамайды. Және ораза ұстамаған күндердің әрбір күніне бір адамды тамақтандырады. Bir kediyi adamdı, bir adamdı 30 gün tamaqtandırады. Немесе 30 adamdı bir gün tamaqtandırады. Mana bu жерде басқа hiç нәрсе айтқан жоқ. Yani кембағалдың сол bir kediyдің tamағы. Немесе 30 adamды bir күнге шақырып, сол педиясын, yani orazanın ұстамағанын береді. Бұл жерде de тағын байларды шақырып, сол менен құтылылмайды. Бұл жерде шариғаттың hükümü kedi, kembağal, жағдайы төмен, сондай адамдарды айтымы не bir adamды сол 30 gün tamağın berеді, ne 30 adam kembağalды bir күнге шақырады. Сонда sen 30 kediyді жинап не берсең, аузын ашырсаң, ораза ұстамауға болады. Сол денсаулығы жазылмайтын, созылмалы, yani хронический дейді ғой, сондай адамға. Денсаулығың жақсы болса, онда ешқашан миллиард берсе де құтылмайды. Дұрыс. Жаңа түсіндім. Өзің денсаулығың нетпесе, мүмкіншілігің болмаса, сонда ондай 30 кісі. Егер мені тағы да айтам, биыл ауырды, misal, биыл ауырды адам, енді келесі жыл жазылып кетуі мүмкін ғой, бір қил аурулар. Келесі жыл жазылғандан кейін ол адам осы бұрынғы қалған оразасын күнме-күн ұстайды. 30 күн жеген болса, 30 күн таған бір өзіне ыңғайлы уақытта ораза ұстап, сол қарыздығынан құтылады. Онан ақшамен құтыла алмайды. Биыл ораза неше күн болады? Енді ораза бұлай 30 күнде болады, 29 күнде болады. Бұл хадисте айтылған. Биыл ораза 29 күн болып жатыр. Аз емес. Мына Серік Рышанов деген бір ғалым бар. Сол мына Сауд Арабияда жүріп, соның оригинал Құран
неттім дейді. Аудардым дейді. Дүние жүзінде орысшаға аударған, басқа тілге аударған Құрандар көп дейді. Бірақ мен өзім аудардым дейді. Өйткені мен мынау аударғанымда, Серік Кішанов, мен Құранның тек қана мағынасын ғана бердім дейді. Орыс тілінде синхронный перевод дейді. Да. Біз көбінесе анау басқа Құрандарды неткенде, переводтағанда, анау переводчиктің өз көзқарасына анау неге переводқа нетеді екен, әсер етеді екен. Сол сияқты мен о жағынан неттім дейді, басым тарттым дейді. Тек қана мынау Құранда не жазылып тұр, соны переводтадым дейді. Құранмен түсіндірдім дейді. Сол сияқты былай қарағанда, соның айтуы бойынша, екінші сура 196 аятта жазылып тұр екен. Мен оқи алам, оқы десеңіз. Сонда 3 күннен 10 күнге дейін ұстау керек деген оразаны. Сондай не бар? Құранда жазу бар дейді. Бұрында оның алдында сондай жасалған, сондай жасау керек деген. Мен оны не керек болса, мен... Не, во искуплении, говорится, следует соблюдать ему пост, или дать милостыню, или принести овцу в жертву, и когда будете вы в безопасности от болезни или врага, то кто совершит умру, и после него приступит к хаджу, пусть принесет он в жертву то, что будет легко. Если кто не найдет и не сможет принести в жертву животное, то следует соблюдать пост 3 дня в хадже и 7 дней, когда вернетесь домой. И тогда получите вы эти 10 дней полных. Это обязанность того, чья семья не пребывает и живет, не пребывает, не живет возле мечети запретной день. Көрдіңіз ба? Дұрыс, бұл енді былай. Жоқ, бұл оразаның түрі болады. Мына бұл енді мынау адам Меккеге барады. Мысалы мен бір Меккенің өзінің жүретін парыз уәжіптері бар. Мысалы мына Меккеге мен бірден ихрам кигенде бір простине белімде, бір простине үстімде. Бітті. Басқа тігілген киім кимеу керек. Аяғымызға бір тәпішке кәдіргі. Сонда ғана мен егер бір іш киім киіп алсам, білмей, бір тақия киіп алсам, менде сол уақыт маған бір осындай тиімдер салынады. Яғни, не дейді, штраф дейміз мана. Сонда сол үшін мен сол жерде не қолымдан ептеп жағдайым болса, бір қой соям, таратам. Бұл маған жағдай, мен осындай 3 күн ораза ұстайым сол жерде. Кен қалғанын келіп, елге жалғастырам. Сол 10 күн менен, сол 10 күн маған бұл сол қажылықта жіберген қателіктерім үшін кәпара дейді бұны. Кәффара. Бұл енді бұл ораза. Ал бұл ораза, бұл парыз ораза, бұл ерекше, бұл бөлік. Бұл 40 парыз, оның ішінде 5 үлкен парыздың бірі. Ал енді басқа оразалар көп, misal. İslam'da misal Peygamberden hadis var, duyşembe, beyşembe orazа ұстау керек. Ол міндеттерді, misal, her kim өзі ер kimin. Misal, мұндай жағдайларда, осындай қажылықта бір қателік жібергенде, енді соны орнын толтыру керек қой. Не, қоймен, немесе болмаған жағдай осы оразамен сіз Алла Тағаланың берген сізге жеңілдігі. Yani siz осы арқылы Allah Taala'nın aldan pak bolasız. Günahından ayrılasız mesela. Biz orazаны ұстағанда дәстүрлер. 30 күн ұстау керек. 30 күн ұстайсың. А мынада Құранда 2-ші сүреде 10 күн деп тұр, сол сияқты. Жоқ, оны айтым ғой, 30 күнде Құранда айтылған жері бар. Ол Құранда айтылған бар. Peygamberдің hadisinde var. O belgilengen 12 ayının misal biri jana bizden aylar ay men kun men sanaladı. Jıl sayın gördünüz mü? Oraza 10 gün burun keledi. Jıl sanağımız. Sebebi bizden jıl sanağımız her bir sekund, minut gidin özgerip durады. 10 gün ustasa kişilerге жақсы болады ғой. 10 gün ustap, 10 günün üstünde ол нені бітіреді, өз парызын орындайды. Бұл жерде бір кісі өзіңіз сияқты сұрақ қойған екен. Осы 10 күн істесек болады ма? Сонда ана ғалым айтқан,
10 gün basında usta sen, 10 gün ortasında usta, 10 gün ayağında usta degen eken. Şimdi baribir sul 30 gün degen eken. Negizge endi bul aytım oy, bul hiç özgörmeydi nerse. Endi ol kişini men bilmeyim, misal Kur'an jay bir senkronli periyod ben tüsünü otu qiyin. Şuna bul Kur'an'ın tapsir boladı. Tapsir degen talkabaniye. Onu misal bir Kur'an'da 10 tom kılganda var, 20 tom kılganda var. Ol ökül hadis ayatlarda meğler. Sonduktan bul kaytalanbaytın, yana hiç nege almaytın söz. 30 gün farz bitti. Ne 29 gün boladı, ne 30 gün bul hadis ben bari bekitilgen. Bir ay, mana aylardan özü 12 ay koy belgilengen. Yahya, siz aytasız goy, hadislerden ne Peygamberдің hadisleri var. Sosun kişilerden hadisleri var. Kişiler yazılgan. Endi bunu hadis dep aytıga bolmayt. Yok, hadis tek peygamberдің hadisi. Onu galimdar, misal mana İslam eleminde Kur'an'dan keyin hadis jüredi. Şana hadis galimlarının indi 6 asihai sitte deydi. 6 belgilengen bukul İslam elemi moyundagan muhaddisler var. Sonun içinde İmam Bukhari, İmam Müslim, İmam Tirmizi, İmam Navavi, misal mana usunday ulu imamlar. Onun içinde köbüsü bizden Orta Aziyadan. Mana. Sonduktan hadiste mana bizden alsiz hadis, aldı hadis, misal dastaverni, ne dastaverni deydi oy. Sonda onun barlığı bekitilgen. Misal hadistin bir sözün daja özgertuğu bolmaydı. Bizden Peygamberimiz hatan edildi. Kim menin atımdan bir söz aytsa, onun ornu cahannamda boladı. Ol birovning atından ötürük aytığı bolmaydı. Sol üçün bizden mana dinimizde sol hadislerden bekitilgen, misal İmam Bukhari, İmam Müslim, bunlar her birovi bir-birini jalgastırıp sol hadislerdi bekitip algan mana. Kur'an'ın 30 günü hadisleri bekitilgen, da? Sırrı получается. Kur'an da hadis bende. Kur'an mende hadisler ben. Şimdi Kur'an'da bir ay oraza tutangiz dep aytdı koy, bitti bir ay sol bu yana belgilengen Ramazan ayı. Atlar belgili koy misal. Sonun içinde misal Cumadul Avval, Cumadul Ahir, Ramazan, Şaban, Recep ayı bari. Men oylagam, mına 30 gün Kur'an boyunca, например, ustasa, da немесе mına hadis arkılı 30 gün ustasa, 10 gün ustaganды köp kişiler ustauş eder. O az bolsa. Orazan ustaydı. Mana köp misal dinge sengen, Allah'a imanı var, mahabbati var. Ol adamlar 30 günde de az dep жатыр. Jana osu orazanın bir Kanada'nın bir galimlari zerttep çıkarıptır. Bular oraza emes. Solar zertte mana aserese mana rak avruun. Şunu aytkan, eger de adam yıl 12 ayda 30-35 gün açlık bolup jörse, 12 saattan köp tamak jemey jörse, bu adamda rak avru bolmaydı eken dep. Sonda keyin galimlar aytadi, osu İslam dininde osunday bir açlık dargı. Misal 30 gün oraza var, 6 gün ne var? Şavval ayının orazası. Misal 30 gün bolsa oraza, ana 6 gün 36 gün boladı. Eger 29 gün bolsa oraza, ana 6 gün 35 gün boladı degende, bu sol üçün bu senin de bu zertep çıkardık. Osu orazanın adam balasına öte faydası var ekan. Bunu bugün galim da delildep жатыр. Oraza öte fayda. Misal mana arkaşanda köp jeu, köp yoktau, köp söylöw bari jaman goy endi misal. Bana soňdan bizning dinimiz köp jemew, köp söylemew, köp yoktamawdy beradi. Yani aserese hadiste aytadi, ol tek oraza emes, arkaşanda az kazandı 3'e bölüw gerek deydi. Bir bölügün avağa, bir bölügün tagamga, bir bölügün bos ıstаңыздар deydi. Тамаша, тамаша. Köp tamak ішпеу керек. Да, дұрыс. Енді мынау ораза уақытында тағы да бір нелер бар. Парыз ба, не деген сияқты вот осындай. Осы ораза уақытында сен закат беруің керек, садақа беруің керек, пітір беруің керек. Осылар не деген нәрселер? Бұл қай уақытта беру керек? Осылардың айырмашылықтары не? Endi arine adam, Allah Teala adam jaratılıştan keyin birovdi bay, birovdi kedey, jalpı adam birdey bolmaydı. Her bir avlettin özünde, yeldin özünde bir özünün devletli adamlar buladı. Devletsiz, yepteyip kedey adamlar buladı. Sol üçün bizim dinimiz
Asıl özünün adamның жағдайы келген адам басқа адамларға көмектесу. Енді оны Алла Таала сол айлар арқылы, осындай күндер арқылы әрбір адамның мойнына қояды. Бірінші зекетті парыз қылып қойған Алла, жағдайы жеткен адам, яғни 86 граммдан асқан алтынның құны, алтыны болса, немесе соған қарайтын ақшасы болса, misal bugün 1,5 milyonday сондай. Сол адам міндетті түрде зекет беру керек. Зекет бұл 2,5%. Соны бірінші кембағал туысыңға бер дейді. Кембағал еліңнің ақсақалы адамдарына бер. Жетімдеріңге бер. Misal анау басқа бір діндер сияқты суға лақтар, отқа таста деген жоқ. Yani siz sol için bizden dinimizde aytadi. Егер туыстарыңа беру керек. Туыстарға кейде жағдайы төмен студенттер бар, қазір қаншама оқып төлей алмай жүрген. Mesela siz бай, mana зекет 2,5%. Misal mana 1 milyon tenge болса 25 мың зекет. Соны айтқан жоқ misaldan, барып отқа таста, суға таста. Жоқ, өзіңнің туысыңа бер, жақыныңа бер, жағдайыңды жаса. Және бұл жерде қараңыз, зекеттің қандай ерекшелігі. Yani Allah Teala sonu parz kıldı size. Siz zeket берумен бүкіл malыңızda adaldaysınız. Taza adal boladı. Sonra Allah'ın aldığında yani kutesiz. Sonra olmen tuğuslarınızga kömektesiniz. Şimdi hadiste tağan aytadı. Eğer her bir жағдайы бар adam zeketin vakitinde berген bolsa elde kembagал adam kalmaytın edi. Mana sonun maksadı ne? Егер барлығы сол ислам тарихында сондай болған, баяғы біз коммунизм жасаймыз деген едік қой. Абдулла ибн Омардың замандарында сондай зекет алатын адам таппаған адамдар. Бар жағдайы болған, анауған зекет берсе жоқ, кешіресіз, менің жағдайым бар. Анауған берсе жоқ. Мына, әрбір адам зекетін берсе. Бүгінгі күнде, если жағдайы болса, оны алмау керек. Жоқ, алмау керек. Оған жаңа беруге де болмайды. Сол үшін басқа садақаны былай бересіз. Мынау сізге, мынау сізге. Az зекетті зекет деп бересіз. Сол уақытта ол адам түсінеді. Бұл зекет маған болмайды. Аға, мен жағдайым Құдайға шүкір қазір жақсы, ертең маған зекет болмайды, анау туысқа берсеңіз болады, анау көршіге берсеңіз болады дейсе, бұл зекеттің мағынасы. Әрбір кісіге алуға болмайды. Бүгінгі күнде осы Қазақстанымызда misal, егер осы барлық байлар, бәрі, зекетін сол 2,5%-ын бөліп міндетті түрде жыл 12 айда бір рет бүкіл халыққа, кембағалдарға таратқанда, біздің елде де иншалла кембағал жағдайы төмен адамдар қалмайтын еді. Енді оның ішінде мына пидия, пітір. Мысалы ораза кезінде де мына бірінші адам ораза ұстаумен нанның қадірін, тағамның қадірін біледі, және аш жүрген адамдардың қадірін біледі. Бұл жерде де Алла Тағаланың бұйрығы сол пітір садақаны айт кедін беріп, сол жағдайы төмен адамдарды қуантып, айт күні қуанышмен олар шықсын. Mana сол үшін біздің бір ай оразада біздің міндетті түрде айт намазға шықпай пітір садақамызды бүкіл беріп құтылуымыз керек. Және бұны айтады ғой жан садақасы. Әрбір адам, тірі адам, өзінің отбасы үшін, балдары үшін, сол тағы да кембағалға, кедейге, жағдайы төмен туысына, көршісіне, misal қамауда жүрген кісілерге misal енді жағдайы сондай болады, кейбір адам. Сондайларға да отбасына misal көмектесіп тұруға болады. Значит, закат 2,5%. Ол парыз. Парыз. Садақа. Да, пітір вәжіп, бұл вәжіп садақа. Бұнам енді мана шариғат айтты, 2,5 келі бидай, не құрма, не мейіз, не арпадан беру керек. Бұл жерде көрдіңізде ешқандай ақша жоқ. Бидайдан, құрмадан, арпадан, мейізден беру керек. Пітірден. Пітірді. Пітір. Садақа. Осы пітір садақа осы. Пітір садақа бұның несі жоқ па? Айырмашылығы жоқ па? Жоқ, мен айтып жатырмын ғой, 4 нәрседен беріледі. Бидай, құрма, мейіз. Misal біздің елде, қазақтың жерінде, Қазақстанда көп пайдаланатын бидай. Сол үшін біз бидайдан береміз. Misal басқа республикалар, Иран жақ, Арабия жақтар құрма көбі, олар құрмадан береді. Ал кейбір оңтүстік жақ, Орта Азияның бір Өзбекстан, Тәжікстан, олар мейіз көп, мейізден береді мүмкін.
Mana soндықтан har bir elдің өзінің сол көп пайдаланатын тағамдан есептеп беріледі. Misal Peter'de bizning misal kadar beruğumuzga bo'ladi. 2,5 kilo bidayda barib beruğu bo'ladi. 10 balangiz var, otbasingizga 10 adam 25 kilogram bidayda arqalab, ko'tarib, birovning eskidan alına barasiz, ol kishi aytadi, men buni ala olmayman. Buni keyin ne qiluvga, on jasauga, nan jasauga men shamam kelmaydi. Sol uchun bizning dinimiz ne deydi? Bizning mazhabimiz bu. Sol bidayning qonun есептеп берсін. Сол күнгі базардың бағасымен. Сол үшін мына біз діни басқарманың адамдары, имамдары. Біз бір ай бұрын күнді қараймыз, қашан батады, қашан шығады. Жана базарларды аралап бағаны білеміз. Бидайның бағасы, нанның бағасы, ұнның бағасы. Солмен келіп, біздің діни басқармада фатва бөлімі бар. Және олардың айтқаны сол заң шығарып береді. Мына сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, İslam әлемі үйімі бар, әрбір республиканың мүфтияты бар. Солар әрбір республикаға бағаға қарап, Peter'de belgileydi. Misal bizning dini басқармамызда beldi misal sol 635 tenge бағалады. Sonra көп адам енді sıra qayerdan çıktı. Mana осы бидайның құнынан оның бағасымен Қазақстанның орта бағамен осыны есептеп шығарды. Ақшамен беруге болады, бидаймен де, тамақпен де. Енді кейбір адам misal 635 көп десе салы азайдың беруге болады, оны өзі біледі. Но көп берем десе бола береді. Біз енді діни басқарма ең төмен бағаны алып жатыр. Төмен баға. Misal кейбір адам мен жағдайым бар 1000 теңгеден берем. Кейбір адам 2000 теңгеден берем. Yoki мен мейізбен есептеп берем. Men құрмамен есептеп берем. Берсін misal. Ол ешкімнің осыдан енді аспасын деген жер жоқ. Şöyle тағы да айтам ғой, біз болмен кембағалдардың жағдайын жасауды айтып жатырмыз. Соларға дұрыс болсын, соларға пайда болсын. Соларды біз не қажылыққа тапсыруымыз керек? Енді бұлай айтым ғой, тағы да айтам. Егер ағайын туыс болса, жетім баласы бар, жағдайы төмен, сондай кісілер болса беруге болады. Бірінші туыс шариғат барлық жерде бірінші жақыныңға бер дейді. Бірінші туысыңға бер. Кейін басқа. Сол үшін бірінші білген өзіңіздің ағайын туысының ішінде кейбір көп балалы бар, misal kadar kuyovlari жоқ, anası жоқ, ол балдар оқиды, енді мұқтаждығы бар, квартирада тұрса төлейтіні бар, ептеп жағдайы бар. Ондай кісілерге беруге болады, мына пәтеріңізді, бірінші туысыңды. Екінші, misal баяғы ислам заманында сондай зекет, пітір жинайтын өзінің қорлар болған. Ол вақтыда белгіленген қор, misal. Kadrda misal сол үшін солардың орнын мына meşetler var istedim. Misal meşet arkalı da misal biz bana palancıl isteyimiz, barlıq yerde isteyip жатырмыз. Sol Peter'den misal endi jinag'andan keyin yepti bana meşetin жұмыскерлері de var. Tömen жағдайы tömen solarga aylık resinde beremiz misal. Biz onam şariat yüzünde keltiremiz. Misal ana sol Peter'den akşasından yepti bana meşetin bir жұмысы, sol aylıklar keyin inşallah көп kayrımdılık жасаймыз. Sol misal dini басқарма misal ana okundan bir neçe 35 bin adamga da bulay birden tağı da sonday ayağı gedin misal keşide misal her bir meşet özüne jarasa 30 adam, 100 adam, 60 adam paket jasap, korobkalar jasap kayrımdılık sol kembagal adamlardı şakırıp berip жатыр. Endi bu yerde onu biz de düşünemiz. Yani şariatben sol pitir bergen adamның pitiri kabul bolu üçün. Mana bizning meşetleri de sol moynumuzdan түсіру üçün onu şariat kelgençe biz de orundayımız. İmamlar da onu biledi, dini басқарма da biledi. Sol üçün tek Ramazan emas, jana jıl 12 ayda meşetler жағдайы төмен адамдарға көмектесіп тұрамыз. Мынау Яхия қажы, сол пітір садақаны мешітке апару керек па, немесе сол мынау кедей кісілерге апарып берген? Айттым ғой, бірінші туыс.
Birinci tuğ. Birinci rakın, birinci körşü kölüm, bilme olsa. Şimdi misal bir adam bana bilmeydi, tuğuslarının jagdayını bilmeydi. Bir adam on baralmaydı da. Şimdi onday adam kelip meşetki versin. Moynan tüsüredi. Al arjağının indi meşetin hizmetkerleri var, imam var, dini baskarma var. Onu sol kişilerge inşallah jetkizeydi. 2,5% Zekat. Da, onu zekat. Men kasıpkер емеспін. Men жай жұмыскермін. Жалақы ғана аламын. Мен сол өз жалақымнан 2,5. Yok, bana bu yerde bay adam bizden dinimiz bay adam deyip 86 gram altın ne sonun konu akçası bar adamdı bay dedi. Bana bu yerde 86 gram altını var sana bay. YSB. Endi hozirgi YSB qanday bir 1,5 milyon bo'ladimi? Sol 80'i. Sol 1,5 milyon tengesi bar adam uyunda 1 yıl jatgan 1,5 milyon adam uyunda 1 milyon 600 bo'ladi edi ol bagaga baylans altının bagası men. Sol uyunda 1 milyon 600 ming tenge jatgan adam sol akşa 1 yıl jatı kerak. Sol akşadan ol adam önde jagdayı bar bay eseptelinip sol 1,5 milyon akşadan zekat beredi. 1 yıl turgan akşadan. Qarаңыз bu yerde İslamның tazalığı. Uyunuzdan zekat yok. Sebebi ol uyda turasız. Maşinangizda zekat yok. Sebebi ol maşinaga minesiz. Bayağı erta zamanda mingen atlarına zekat vermegen. Ata babamız. Mana sol üçün bu yerde tek artık jatkan mülk. Uyunuzga televizor 1 milyon tur. Oğan vermeyesiz. 5 televizor jatır korobkada. Mana oğan zekat beru gerek. Koldan bagan, bir niyetpen ustagan, gelecek, kımbat bolsa satam. Mana misal bir kvartiraga zekat yok. Siz 10 kvartira alıp koygansız keyin satam. Mынау қараңыз, кәсіпкерлер, олар мынау салық төлейді. Өкіметке салық төлейді. Қазір 2,5% пайыз деген ол көп емес. Біз 50%-ға дейін нетеді. Бірақ сол не салықтар арқылы мектеп, больниц, тағы да көп өкіметтің не орындарын нетеді. Бірақ ол мойнынан оларға да зекет беру керек па? Жоқ, ол зекетке жатпайды енді. Ол тартып алған ақша болады енді. Үкіметке міндеттіміз ғой. Налог төлеуға, басқа да басқа да. Ол зекетке жатпайды. Зекет әрбір адам өзінің еркімен, адал сол байлығымен, малының несінен өзі бөліп беретін зекет. Өзінің еркімен, ниетімен, ықыласымен. Al başka indi былай. Mana zeket түсінікті болды, петер садақа түсінікті ораза айында. Енді басқа вақытқа Алла Тағаланың бір несі садақа беруді балығына. Misal hadiste айтады. As-sadaqatu taruddul bala ve tazidul umr. Sadaqa baleni qaytarады, ömürde uzak kılады. Mana sadaqa бұл ерекше bir тағы да сол bir adamға көмектесу. Sadaka bir adamga yol ko'rsatuning o'zi sadaqa. Қазір көп не жолды білмейміз ғой. Біреуді сұрасаң айтпайды. Тугиспен жүресіз. Да, жоқ, оны да түсінбейді. Анау жолға сұрасаң айтпайды. Бұл негізгі бұл жол көрсету үлкен савап. Сізді тоқтап, ой барым, ана осы көшеден былай бұрыласыз, анау 56-шы үй мынау деп көрсетсе қаншама савап. Мана, ол да бір садақа. Жақсысы. Түсіндік. Енді мынау қарасаңыз, мынау ораза, Рамазан айы бір мұсылмандардың мерекесі. Бізде мұсылмандарда қанша сондай мерекелер бар? Бекітілген мана ең бірінші 2 айт бар. Шариғат жолымен айт, құрбан айт, ораза айт, бұлар мереке. Енді мана жұма күні де бізге өте қастерді сондай күн саналады. Жұма күні мереке ретінде. İslam әлемінде көп білесіз, жұма күні дем алады. Al endi mana Ramazan ayı. Бұл да ерекше бір қуанатын сондай бір қуанышты ай мысалы. Мұсылмандарда 3 мереке бар. Мынау туған күн деген, жаңа жыл деген, ол не туған күнді былай мерекелеп жыл сайын сол той жасап оған қалай екен? Олар дінімізде бұлар жоқ. Бұл айрыне айтады мысалы müşeline bir nezle sadaka versin. Tağı da sadaka beru arkalı
sol musulmonlar kedey musulmonlarni quvonsin. Solarda riza kılsın, solardan batasını alsın deydi. Boldu. Başka böyle 100 adam, 200 adam çakırıp en kımbat restoranda alıp 70 yılga toyuldım, 80 yılga toldum. Hayta oğan şükür etim men aytım oy sol akşanı ana tuğuslarına, ağayın tuğusuna, nimerilerine, ballarına sonday jagday jasap, komaktaşıp sol men жүрсün. Müslümanlardan Mana bu yerde Kur'an'da tağan bir ne var? Şeriat, sırapçılık. Allah Teala Kur'an'da aytadı. Allah Teala sırapçılardı жақсы көрmeydi. Mana bu yerde endi qarаңыз. Bizden o adam öldürүү күнә, zina жасау күнә, arak içүү күнә deb endi aytып жатыр ғой. Al bu yerde de misal sırapçılıkka yol berүү бұл da күнә deb жатыр. Sırapçılık degen misal sizge uyge bir boğanğa, bir xilep, bir nan alıp kelesiz, bir nan jetedi uyingizge. Biroq siz artıq bolsun deb iki va kelesiz. Birovini jeysiz boldu, birov qatib axiri abarıp tastaysiz. Mana bu sırapçılık. Zana bu yerde endi mana osu toylar. Hazırki bizning toylar. Bir bay adam bolsun, jagdayı bar adam toy jasaydı, milyondagан шығын болады. Endi ol adam ana шығын көп болғансын miyi ağrıp, bası ağrıp, mana ornun qalay tolturam deb axir bir balege ornadı. Ana o yerden orlayım ben, o yerden isteyeyim ben, o yerde qısqartam ben degen oymen ana akşanın orna tolturuuna umtuladı da bir balege uçraydı. Mana gördünüz mü? Allah Teala sonra sırapçılıkka ilgili yol vermegende ol adam. Mana o hareketli olmay, mana o balege tuspeytini de. Sonuçtan bizning dinimiz en birinci osu artık bir nersin jumsauga, sırapçılıkka yol vermeydi. Yahya Kaja, mına ağızlaşar. Kür ağızlaşarga barasın. Toy siyakıldı. Dastırkan tolup turadi da. Onu jeysin, jemeytini kalat. Sodan keyin onu paketke salasın. Üstüne aketesin endi. Endi mana bu yerde de ko'p Peygamberimizden osu ağız açtırуу, ağız berik adamını çakırıp ağız beşirip öte savab, öte misal sol ağız bekitken adamın savabınday savab aladi degende hadiri siz okusan sahaba birov soraydı ya Resulullah men jagdayım kelmeydi ağız açtırууga men ne isteyim degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağız açtırуу karın toydurуу men emas bir kurma mende bir kesi su mende ağız açtırууga boladi. Mana bu bir hadis. Endi misal bir memleketler, misal Arabiyanın özü, Mekke'ye bargan adamlar biledi. Bir baylar sol yerde künde sol ağızlaşar biledi. Sebebi ağızda bekitetin adam var. Aserese duyşembe, beyşembe o yerde ağızlaşar. Sonda misal kadirge mana bir ret paydalanatın dastarxan var, paketler var mı? Sonda bir ret paydalanatın dastarxanda töseydi su, xurma, bir nan koyadı. Bir yerde bir ayran koyadı. Sol men bokul azan aytılgandan keyin sol adam ağız açadı. Sol bayda o'zi turadi. Ana milyarder var. Sol birga o'tirib ağız açadı. Sonda 5 minut 10 minut ağız açıp sol bayılganın jep, sonra orab ana bari xizmetçiler alıp ketedi, turadi da namazını okuydu. Mana ağız açar. Sonuçtan bu yerde de dinning yolu hiç kanşan artıkçılık emas. Bar nanыңды koy, xurmаңды koy, suğuңды koy, jengil jelpi bir tağam. Bugan mana kecha o'sha Türkiye'de bir misal keltirib bo'ladi. Misal Erdoğan Allah razı olsun, ol kişi qari din adam o endi. Sonda har bir uyga qarapayım uylarga avlasharga boradi. O'zi aytpay, sana aytadi, sol uydun kundelikte neceydi sol bolsun. Mağan artık mana prezident keledi deb onun uyun remonta, onun divan salu, dastarxanın жаңғалату, televizor koyu, emas sol kundelikte uyunda qalay tağam jeytini de sol bolsun. Bana sol degen, yani har bir uyda sol özünün dastarxanına say bir xurması var, bir nani var, birinde yet var, birinde şu, sol men ağız açtırıb. Sonda gana savab aladı. Al bizden köp yerde mana kojam ko'rsin ve ketemizde. Harini adam konağını çakırganda hareket kıladı, dastarxanın bayı olsun, edemi olsun, endi jürt kelgende jep ketsin deb. Misal, ol dürüst emas misal. Жақсарған dastarxan niyetingmen boluu kerek. Misal, ana gün bir bizning dostlarımız bilemiz ol, жақсы azamat, qarapayım, o'sha din janaşiri o'zi.
Ken üyüne Aynur Tursunbayev'ini çakırıptı konakka. Sonda endi dastarxan salı jüpünü nemi? Sonun özünü angama kılıp jatır goy adamlar. O dastarxanın şey mesela. Ol özünün niyeti men, ol dinli adam, taza adam jana artık hiç nerse bolmasa endi mına Aynur Tursunbay jakсы ulkön endi atakты aytışkerimiz jana endi onun dostları olar. Әріптес бірге. Ой, мен ол үшін қарызданып, кредит алып, дұрыс жасарын жазды. Соны өзінің барыны қойған. Соның қандай тамаша. Көп нелер қолдады оны. Өте дұрыс деп. Кейбіреулер сынағанды болды. Мына ол дұрыс емес. Сондықтан біздің қазір мына ауызашарға шарқаны ептеп сондан қорқады ма? Кен сол артықшылық болып жатыр, әрине. Шына ауызашарда тек енді туыс, құда, байлар емес, ептеп арасында біз туыстардан kediy adamlar var ғой туысымызда жағдайы төмен. Мына сол адамдарды қосса, сонда ғана енді толыққанды сол ауызашары қабыл болады деген сенім болады да. Ал тек байларды жинап сол енді әрине сауап болды. Аузы берік адамдар, берік болмаса да шақырып болған ауызашарда қатысқан, ол өте сауап. Ауызашарға тек қана мұсылмандарды шақыру керек па, немесе мұсылман еместерді шақыруға болады? Енді негізге ауызы бекіткен адамды шақырып жатырмыз ғой. Енді оның ішінде туыстар кетеді. Олар мына өзіміз айтқандай денсаулығы жоқ ұстамайтын, не әйел адамдардың ептеп ауыратын кезде аузы ашық, не бала емізеді. Ондай жағдайларды мысалы бәрі бола береді. Бізде мысалы жоқ, кейбір молдалар салы қатты айтады, ана аузы ашық адам келмесін, бармас. Ол дұрыс емес. Biz niyetimizge, ixlasımızga çakırıp savabını alamız. Negizge sizden aytkanınız sol Dastarxan, әсіресе мына Рамазан қарапайым болғаны дұрыс. Өте жақсы. Аузы ашық емес кісілерді де шақыруға болады, өзіңіздің ниетіңізден. Мынау енді мынау қарағанда біз намаз оқимыз, бес рет күніне. Басқа не діндер бір рет, жұмасына бір рет, жылына, айына деген сияқты анау несіне шіркеуіне барады. Біз 5 рет. Ол көп емес па? Жоқ, қайта. Ондай... Жоқ, болдың Алла Тағаланың құдіреті мені көрдіңіз бе? Егер бірінші айтқан Алла Тағала бірінші адам баласына 50 рет намаз парыз қылғаны сол Мұхаммед алейхиссаламның үмбетіне. Бірақ енді бұл тарих, бұл оқыға, Миғраж оқығасы бар. Бұның Құранда айтылған, біз бұған сенеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайта барып, осы намазы 5 уақытқа түсірген. Бұған да әрине, мына сіздің айтқаныңыз, Мұса алейхиссалам айтқан, бұл да көп сендерге ауыр дегенде, сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жоқ, енді бұндан арғарай болмайым, бармайым, енді 5 рет жетеді. Мына сол менен бізге 5 уақыт құлшылық парыз болды. Енді бұл өте ерекше бір құбылыс. Адам баласының тазалығына қарап, жағдайына қарап, осы 5 рет Алламен тілдесу. Мысалы бір досыңызбен күнде әңгімелесіп тұрсаңыз жақсы ғой. Әдем болсын. Әсіресе отбасыңызбен, балдарыңызбен. Сол сияқты бұл жерде бұл намаз Алла Тағаламен тілдесу, сөйлесу. Бұның біздің дініміз толыққанды осындай бағалы. Кеше алы бір интернетте бір жігіт, осы 5 сағат мен бір намаз туралы, намаздың ләззәті, намазға деген махаббат, намазға деген ниетті мен оятқып, соны бір несі жүргізіп жатыр. Өте жақсы. Бұл жерде дейді, бұл намаз жай 3 минут былай оқып кететін емес. Бұл дәрет алу, тазаланып, мен қазір жаратушы еммен кездесем, ол бір құбылыс дейді. Қол аяғыңызды жуып, тазаланып келесіз. Жай намаздың үстіне келгенде дайындаласыз. Оны сондай түсіну керек дейді. Ол жай. Ана мен қазір жаратушы ем, Алламен сөйлесем, кездесем, тілдесем. Намаз Алламен тілдесу. Сонда Аллаху акбар деп, Алла олақ деп бастаймыз. Оған салават айтамыз. Субханака Аллахумма ва бихамдика. Сонда кейін рукуға барамыз. Еңкейіп, мына Алла Тағаланың құдіретіне. Енді анау маңдайды саждаға қойғанда бұл ерекше бір құлшылықтарының ең абзалы саждада. Бас жерге төмен қойғанда. Бұл біздің әлсіз екендігімізді Алланың алдында құдіретіне риза болғанымыз, соған табынатынымызды көрсетеді. Сондықтан намаз
barlıq jamanlıqdan adamdı qorgaydı. Misal 5 vaqt namaz, bir tang namazda okuysiz, endi kutesiz 5 namaz. 5 namazdan namaz degan. O'sha ikki arasında bir jamanlık isteyuğa, bir jaman kuna jasauğa da şamangiz kelmeydi, jana istemeydi. Kadir namaz, kadir namaz, kadir namaz. Jana adamның ömrünü bir jüyege saladı. Bir jüye. Yani sizin cümlesiniz, o da baylanısı cümlesi. Şuna indi bu başka dindegilerde de kulçuluklar köp ediyor. Prosta bunu yerekçe özleri kıskartıp endi en soňgy sol kaldı koy bir gün. Sonra beşara bizden aripteslerimiz enden o dinlerden öküllerin başçıları öküne de kanday sizlerge jaksı bana kul sayın meşetke barad, cuma sayın meşetke barad, kanday tamaşa. Şol bu namazda ular da ibadet dep kaldı. Köp mana osu pravoslavlarning, katoliklarning bir sveşenliklerden sorasa, öte bizning dinimiz turalı yerekçe rizalıklarını bilip kanday kılışılıklar var, kanday namaz var. Barlığı okuydu, barlığı barada. Ökünüşke oraya bizdeki tek bir jekşembe, onun da keletini bir kartlı adamlar, ülke kişilerde ökünede renciydi olarda. Hayta bizden namazımızga, onun musulmanlarının berilgen kılışılıklarına riza boladı olar. Endinler adam bolgan soň riza boladı. Siz jana tamaşa ayttınız namazda Kudaymen әңгімелесуде. Өте жақсы. Енді былай қарасаң, сол әңгімелесуде араб тілінде айту керек па? Или өз тілінде ғана нету керек па? Неге намаз араб тілінде ғана өтеді? Неге біз мағынасын аударып өзіміз білген тіліңмен айта алмайсың? Тек қана араб тілі, сіз жаңа қалай әңгімелесуді өткізесің? Misal endi bu жерде misal negizgi Araptың özü bizning dinimizga hech qanday qatısı yo'q. Biroq sol zamanda payg'ambar Arap ülkesinden çıkkandan keyin Allah Taala birinchi payg'ambarni sol Arapdan tanladı. Sonra ikinci Kur'an'da sol Arap tiline jiberdi. Sol ülkede solarga tutunukli bolsun deb bir ayni qilib. Biroq negizgi endi Kur'an'da barliq tillerge audaruga, tapsırlar жазуға, түсінуға, бұлай оқып түсінуға, түсіндіруға бәріне рұқсат етілген. Тек енді құлшылыққа, намазға араб тілімен оқығанды дұрыс деген. İnşallah ертең бұл жәннаттың тілі де араб тілі дейді, пайғамбардың тілі де араб тілі дейді. Сол үшін енді намаздарға, мына оқыған Құранға араб тілімен оқыған дұрыс. Және бұл сондай бір ерекше бір құбылыс, мына Құранның араб тілінде оқығаны. Misal bir sonda eksperiment ötküzgen koy. 4 adamdı oturguzgan. Kudayga senetin, senbeytin, Arapça tüsünnetin, tüsünbeytin, musulman, kafir, indi sul 4 oyunu oturguzup, Kur'an'da sonda jaksı davusmen okutadı. Sonda 4 adamın kabıldağı birdey. Senede, senbeydi, tüsünnede, senede, tüsünbeydi, senbeydi. Misal sonlardan 4 oyu birdey. Misal biz bir jaksı artisti jaksı ko'rsak, tinglaymiz, o qo'yshi, ana tinglaymiz deb. Eğer dürüst okumaydın, aytmaydın, qo'yshi mana qortishi deb. Al 4 adam senede, senbeydi, tüsünede, tüsünbeydi birday qabıldao. Yani bu Allah'ın kelamı. Bo'lgandan keyin vосприятие birday. Qabıldao birday bo'libdir. Sonda gana bu g'alimlar, zerttewchilar bu Allah'ın kelamı bo'lgan so'ng shunday bo'lib жатыр deydi. Mana so'ndaqdan endi harini qanday tilmen audarib, tushundirib, jumuzga, o'zimiz tushunuga barina bo'ladi. Tek endi namoz vaqtida o'sha oyatlarda arabcha o'qigan afzal. Aslında namaz meşetten chiqqandan keyin. Aslında namaz meşetten chiqqandan keyin belgili bo'ladi deydi. Yani işte namaz okudunuz, tartibben okudunuz, tamaşa, Allah'ın kulçuluk jasadınız, edemi. Endi chiqqaningizdan keyin sol qalbingizda qalsangiz, mana sol namaz. Yani chiqqandan sol tartib, sol tarbiya, sol bo'xtamao, aqtiq so'z söylemeo, birovni renjitmeo, birovning oldin kesmeo, sonday bo'lsa mana namoz sol degan ekan. Allohning o meshetda boshqacha bo'lsangiz, sirtda boshqa, onda bu namaz emas. Qajılık Mekke'den oralgandan son. Qajılık
qajılıqты atqardınız, jıladınız, yengrediniz, qurbanlık çalıp, abdan şarşadınız, qajılığınızda ötüp geldiniz. Al endi oralgansın, qajılığınız söndü belgili болады. Көп көріп жатырсыздар неше түрлі қажыларды. Сол үшін мен айтады, қажылық Меккеден оралған соң. Яғни сіз елге келгеннен кейін тәрбие, тәртіп, мінез құлық бәрі өзгерді, басқаша. Әріптестермен жақсы сөйлейсіз, отбасыңызбен жақсы әңгімелесіз, балдарыңызды жақсы көріп әңгімелесіз. Мына қажы сол. Келгеннен кейін сол біреу айтқан екен, баяғы Ахметті жіберген еді, келгеннен кейін сол Ахмет. Yani hiç özgörgen жоқ. Келгесін басқа Ахмет болу керек. Басқа Ахмет болу керек. Толық қанды. Немесе Рамазан ораза біткеннен кейін басталады. Рамазан да ораза кейін басталады. Мына ораза қазір ауыз берек, ептеп артық сөз жоқ, намазға барамыз, құлшылық жасаймыз, шақырамыз, ауызы шарға барамыз. Сондай, енді ептеп тамақ жемегенсін, орнықты бір жүйеге түстік. Ептеп сабырға түстік, нанның қадірін білдік. Енді оразадан кейін де сол қалпымыздан, яғни жақсы мінез құлқымызбен, сабырлығымызбен сондай жүрсек, онда сол ораза. Ал болмаса, бүгін бетті ораза, ертең бастап, мен бір ай шыдадым, енді сендерді көрсетем. Мен енді боқтайым, енді ұрысам, енді төбелесем деген. Мана ол оразан пайда жоқ. Негізгі мана сіздің айтқаныңыз, сіздің бірлай тақырыбыңыз сол ғой, бұл адамға не пайда береді деген, қандай пайда бұлардан деп. Өте, егер шын мәнінде намаз оқитын болса, мына өзіне айтады, намаз адам баласын бүкіл жамандықтардан сақтайды. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Енді намаз оқыған адам өзінің бір ережеге түсіріп, артық кетпейді. Сонда мына садақа адам баласына пайда тек. Оны садақаны барып бір жерге көм, бір жылқыны сойып, көміп таста, яки бір адам өзіңді таудан лақтыр деп келмейді ғой. Сол берген садақаң, көмегің, киімің, не берсең, сол ағайын туысыңға бірінші, кен көрші көлең, кен туыс, сонда елге бере бер. Көмектес. Жаңа сол садақа арқылы сенің жолың болады, сенің денсаулығың жақсы болады, сенің отбасың, бала-шағаңды бәле-желеден қорғайды Алла Тағала. Және сол қалқан болады сіздің бала-шағаңызға. Мынау әсіресе пітір садақаны ептеп адамдар көп сөйлейді, дұрыс емес. Бұл берген садақа, бересің бе бер, бермесем әмел асырма. Себебі бұл бәрібір сол пітір әрбір жан садақасы, адам баласының бұл жыл 12 айда бір рет беретін садақа. Берсең албетте савап. Кейбір адам бермеймін десе өзі біледі. Және оның да енді мына осы жерде біздің бір түсінбейтін жағдайымыз жалпы халық берейін деп шығады. Жағдайына қарамайды. Оған да мына зекет сияқты сол бір мөлшер ақшасы бар адам ол пітір бере алмайды. Пітірі ала алмайды. Мына сондай. Мысалы, мына қазірге біздің көп адамдар кредиті бар, қарзы бар. Айлықтан айлық әрін жеткізеді. Ол адамдарға, misal, пітір садақа міндет емес. Олар пітір садақа алушы адамға жатады. Бірақ сонда да көңіліне қарап, өзі енді сондай адамдар бергісі келеді, береді, және көбісі сөйлейді. Бұл немене, кімге кетеді, банава жоқ. Misal, шариғат белгілеп берген сен, жағдайың төмен, қарзың бар, айлығың жетпейді. Сен пітір садақа берме. Бермесе болады. Бірақ талпынып, әрекет қылып, соңғы ақшасы болса да бергісі келеді. Жүрегіне иман, шына енді жақсы ниетпен береді. Ой, Алла Тағала садақамды қабыл етсін деп. Болмаса мына осы жерде діннің кінәсі жоқ, имамдардың кінәсі жоқ. Әрбір адам өзін түсініп, өзі беру керек. Тамаша. Яхия қажы, өте жақсы жауап бердіңіз. Көп нәрселерге түсіндіріп, айтып, барлық біздің мынау достарымызға жеткіздіңіз. Сізге көптен көп рахмет. Осы Рамазан айында осындай үлкен жұмыс жасап, түсіндіріп, насихаттап жатсыз біздің дінімізді. Мынау ораза не екен, оның қандай пайдасы бар, ол не үшін ұсталады екен, барлығын соны түсіндіріп жатқаныңызға сізге көптен көп рахмет. Денсаулығыңыз мықты болсын. Рахмет, Алла разы болсын. Сізге де енді мынау
köp savapka iyi boldunuz. Köpçülük osunu tıngdasa, bir sözümüzden bir paydalansa, sol men özgörtse, jumusuna, oradasına, mana akselese Peter sadakasını tutunup, kanday jagdayga beruga boladı, kandayga bolmaydı degende, kimge beruga boladı, bolmaydı. Sana artık söyleme o da misal. Herine bu namaz farz, orada farz, hacılık farz. Bugan her kim özünün yergi. Bırak bunu kekiletip, maskaralap, bir oynap, kölüp ne kılığı bolmaydı. Sebebi bu orada yerikşi bir ay. Her bir saati, her bir saati kasterli, kasiyetli. Misal ki bir mana indi sonғы 10 günü misal. Kadir mana orazanın sonғы 10 günü dozaktan kutkaratın oy kündür. Indi osu bizning dinimizde aytadı. Kadir tunun Ramazan ayının sonғы tak kündürünüzde izleyingizler. Jalpı hadiste bulay bir betke 26'sından 26'da kara 27'sine karagan tün Kadir tünü degen жоқ. 10 günün sonғы 10 günün 21'i, 23'i, 25'i, 27'si, 29'u Kadir tünü bolu mümkün. Al köp hadisler, galimler osu 26'sından 27'sine boladı degen senim var. Bırak jalpı biz osu 21, 23, 25, 27, 29'da boş jibirmemiz gerek. Endi o yerde bir galim bir usunus aytkan eken. Sunam aytqım keledi. Usunus. Kimde kim 21 günü Kadir tünü niyetimen birinci bir iki bas namaz okusa. Keyin şaması gelse bir 100 tenge 1000 tenge sadaka verse. Endi Kadir jagday var bu telefon mende töleği boladı. Keyin bir bilgen Kur'an'ından okusa. Bilgen İhlas suresini biledimi yoki başka köbrek bilen Kur'an okusa. Sonda dedi yeger osu 21 günü 21'den Kadir turuna tuğra kelse ul adam osu 83 yıl 4 ay sadaka vergenin savabını aladı. 83 yıl 4 ay namaz okuyanın savabını aladı. 83 yıl 4 ay Kur'an okuyanın savabını aladı. Mana birinci. Endi 23 gün. Tağın Kadir tünü bolu ihtimal var koy. Sol tünde mana bir sadaka verip bir Kur'an oku bir namaz okusa. 25'i de sonday. İn 26'dan 27 mindet tuturda Kadir tünü de köpçülük endi kabıldap otur koy. Sol tünde de mana sonday kulçuluklar jasasa her bir Kur'an'ı men, her bir sadakası men, mana 83 yıl 4 ay savab aladı. Sonuçtan şana ixlas niyet, şana bulkul tilek duası kabul boladı. Mana gördünüz mü? Endi bu yerde tağan. Birovlar kumandan da milyon kanday savab, 83 yıl 4 ay kanday. Ey Allah Teala bukul alemde jaratkan, bukul ay men kündörde jaratkan, onu asmandağı yıldızlarının özünün rettigen jürüp durusun aynalığın okeanlarının suyu tөгülmeyden kılıp koygan, bukun mingdağan ağaçlarda ötürgen, tavlarda çıkargan, son Allah bir kudreti kelmeydi mi senin bir kündük kıymadatında 83 yıl 4 ayga köbeytuğa? İhlas niyetin boza Allah'ın kudreti şeksiz. Berim dese osunday beredi. Misal her bir salavat aytanınız için mingdağan savab alasız. Her bir Kur'an okuyanınız için. Mana taravih namazga kaza adamlar katışsadı. Kur'an tındaydı. Bir ayda Kur'an hatmi etiledi. Her bir Kur'an'ın arpimin 10 savab, 20 savab, 30 savab gidin veriledi. Sonuçtan sonday ihlas niyetmen okuyan albatta savab koy derece. Sonuçtan bu yerde osunday özümüzden key bir adam yüreği tar, ken osuğan senbeyu mümkün endi. Kalay bir Allah'ın kolundan keledi mi eken? Keledi. Allah'ın kudreti şeksiz. Ol barlıq jagdaydı jasauğa, milyondаған savab beruğa, keşiruğa, beruğa keledi. Misal Allah'ın bir tağan neyse, kimde kim rayından kaytıp tavbaga kelse deydi. Endi mana ömür baqi katelese yeptep keldi. Biroq bugün tavbasına keldi. Rayımdan kayttım. Bugünden bastap Allah'a berildim. Burunga istegen kunalarımdan ökündüm. Gelecekte onday katelikler jibermeyim.
Allah Teala meni kabul ettiyse, Allah Teala birinci onun tavbesini kabul etedi. Jana burungu istigen sönçema kunaların keşiredi. En keşirgenden oylaysidim. Mana men 60'ga kelgenimşe boz kaldı koy mana o yer. Allah barını keşirdi, boz kaldı. Biroq Allah Teala aytadi, "Yok. Sol kemşilik kate kunaların жақсылыққа аударам. Namaz, orazaga, gamalga, savaplı islerge aynaldıram." Qanday жақсы. Siz yerkemgiz ben tavbaga keldiniz. Boldu. Katelestim endi. Allah keçiri gör. Allah tavba etişlerdi жақсы göredi. Allah qalaydı. Pendelerini aytadı. Bir kun bolsa da magan qayt. Bir kun burun, bir jeti burun, bir ay burun bolsa da, bir yıl burun bolsa da magan qayt, men seni kabıldayım. Sonuçta mana bu aylarda, kundirdi, Kadir Tünün 2 ayet, Cuma kundirdi, Kasiyetli Şaban, Ramazan, Recep ayı, Barat keşi, mesela sunday tünderdi, kundirdi Allah Teala yaratkan biz üçün. Benim pendelerim rayından kaytıp, kunadan ayrılıp, cennetima kirsin. Sebebi Allah Teala aselise Muhammed Aleyhisselam'ın ümmətine vədi vergen. Barlığı cennetke kireydi. Bırak soğan eptep dayın bolsak, eptep layık bolsak, sunşuma Allah'ın peygamberinin makabatına layık bolsak degenim o. Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aytkan, menin yegerde bir ümmetim dozakka kalsa men Allah'a riza emasman. Sol üçün Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine eptep sınaqları boladı köbrek. Başka şunday neler boladı da kunaları keşirilip, kunaları juulup, keyin taza kuyunda inşallah cennetke kiredi. Misal bas avru bu cennetliklerden bir kasiyeti. Allah Teala ana kolunuzga bir tikine kirse bir kunanızda keşiredi degen bizden. Sonuçtan bir kun osunday avrup hatta den sağlığı jüregi canı qiynalsa onda qancha kunaları keşiriledi. Sonun bunun barlığı Allah Teala'nın bizge mehribanlığı. Biz üçün osu pendelerim mana Kadir Tünü men, mana orazası men, mana esimin takat ibadat kılıp kulçuluk jasap osu tazalanıp kelsin dep. Biz üçün. Тамаша. Яхия қажы, сіздің мынау сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Көп нәрсе айттыңыз, көп нәрсені түсіндік, білдік. Сол сияқты осындай бізге осындай уақыттарда келіп, алдымызда тағы да мынау үлкен айт болады, сонда да бір тағы да кездесіп, İnşallah, kaşan ne bolsa daimimiz yerleşir. Айтсаңыз, Özünüzben talay damdes bolup jüremiz, birgemiz, tanışlarımız var, көршінің бәрі. Сізге көп рахмет. Құрметті достарымыз, хош сау болыңыздар, лайк басыңыздар, Яхия қажыға сұрақтарыңызды беріңіздер, соны мен ол кісіге жеткізем, соған сосын жауап береміз. Сау болыңыздар. Сізге көп рахмет. Рахмет, Allah razı olsun. Orazadan orazı gidin, amanısın jeteyik. Амин.